Келіншек күйі. Мен қазақпын, жақсы адамдарым. Мен едім термесі. Домбыра әні. Осы сызбалар оңай тәсілмен үйренуге арналған. Үйренуге өте оңай. Міне, қараңыздар, тек қана мына сандарды санап табасыздар домбыраның пернесінен. Міне, қалай тарту керек, барлығы жазылған. Құрметті ағайын, кім домбыраны нөлден бастағысы келеді, кім домбыра ұстап көрмеген, сол адамдар осы тәсіл сол адамдарға таптырмайтын тәсіл. Міне, сандардың көмегімен. Міне, домбыра әні Арсланбек Сұлтанбековтен. Терме мен едім. Үйренуге өте оңай. Міне, бас бармақпен тартуға арналған. Басында міне дайындап қойдық, барлығын дайын. Үйренуге өте оңай, тек осы сызбаны алып тарта бересіздер. Осы әндер, күйлер тиімді бағада беріледі. Мысалы, бір әнді алсаңыздар, бір ән акция ретінде тегін сыйлыққа жүреді. Осы уақытта акция болып жатыр. Акция кезінде алып үлгеріп қалыңыздар. Міне, Ерке Сылқым күйі бар. Соңына дейін жазылған. Ақпанжик әні бар. Шәмші Қалдаяқовтың Жақсы адамдарым деген ән бар. Келіншек күйі, міне, Көк ту. Міне, басқа да әндер бар. Ең бастысы үйренуге өте оңай. Міне, қалай тарту керек, барлығы жазылған. Проблема жоқ деген ән. Ал достар, каналға жазылып қойыңыздар, кім жазылмады. Каналда видео сабақтары бар, қалай тарту керек, қажет болса қараңыздар. Басқа да әндердің видео сабақтары бар. Ал мына схемалар арқылы сіздер үйде отырып та үйрене аласыздар. Видеоның көмегінсіз осылай қағаздан да үйреніп кетуге болады. Бірақ видеодан қарауға болады қалай тартылуын. Қағаз арқылы тез үйреніп кете аласыздар. Тез дегенде енді бір күнде жаттап болмасаңыздар да қарап тарта аласыздар. Каналға жазылып қойыңыздар, каналға видео сабақтар шығатын болады. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Новыйдан жаңадан видео шыққанда келіп тұрады, видео шықты деп. Мен күнде салып отырам видеолар. Ал баршаңызға сәттілік. Кім қай әнді алады, комментарийге жазып жіберіңіздер. Бір әнді сыйлыққа аласыздар, бір әнді алсаңыздар. Бір ән болса да үйреніп алыңыздар. Қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Жақсылап кіріссеңіздер. Ал құрметті ағайын, баршаңызға сәттілік.